Mansur. Mansur şimdi nesi asık var? Mansurda asık көп, ya Mansur. Mansur asıqтарыңды кәнекей мындай тақтап отыршы, бөп, шек қылып тақтай қой былайға, ке? Сонда сен неше кәне санай қой балам. Бір, кәне сана. Екі. Сана. Мынау. Үш. Төрт. Бес. Қатты айтсайшы, қатты. Алты. Алты. Жеті. Жеті. Сенде жеті асық бар екен, иә? Қазақта жеті саны киелі болып есептеледі. Егер жеті санын зерттей келетін болсақ, жеті деген жеті нам бар, жеті музыкада нота бар, темпір-қосақтың жеті түрі бар, әлемнің жеті кереметі бар, жеті жұт бар, жеті жетім бар. Оның бәрін айта берсек, тағы сондай көп жетіліктер бар балам. Мынадай жеті ата деген болады. Санжартай, сен жеті атаңды білесің бе? Айтшы кәнекей балам. Қыдырбай, Қондыбай, Класс, Мәмбет, Әбіл, Нысан, Бауыржан. Ой, жарайсың. Мен балам жеті атасын біледі екен. Жеті атаны білмеген жетексіз деген сөз бар қазақта. Сосын мінекей жеті шелпек деген бар. Мінекей мамаларымыз, аналарымыз арасында жеті шелпек пісіреді. Жеті шелпек пісіріп тарату арқылы ата-бабаларымызды еске аламыз. Сосын нота, жеті нота бар. Мына музыкада жеті нота болады. Қазақта тіпті мынандай жетіген деген аспап бар. Мынаған мінекей жетігеннің жеті ішегі болады. Жеті нотамыз қандай, Санжартай? Сен жеті нотаны білесің ғой, айтшы кәне. До, ре, фа, сол, ля, си. Әнекей, жарайсың. Жеті нотаны біледі екен менің балам. Сосын жеті апта бар. Жеті аптаның жеті күні бар. Жеті күнімізге қандай күндер кіреді? Дүйсенбі. Санжар, айтшы кәнекей. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жеті күні бар. Сосын жаңбыр жауған кезде кемпір-қосақ болады. Кемпір-қосақта мынандай жаңбыр жауған кезде осындай түс шығады. Жаңбыр жауған кезде жаңбыр тамшылары күннің нұрына түсіп, содан осындай түстер береді. Қандай түстер? Қызыл. Қараш кәнекей. Айт кәне. Қызғылт, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін түсі бар. Сосын наурызда, сәуір айларында аспанда темір қазы шығады, жақсы көрінеді. Одан басқа да наурызда наурыз көже пісіреміз. Наурыз көжеге жеті түрлі осындай тағамдарды қосамыз. Ет, арпа, бидай, күріш, тары, мәш. Сосын айранды да қоссақ болады. Айранды да қосамыз. Сонда кереметтей болып күшті наурыз көжеміз шығады. Кәнекей, Санжартай, наурыз көжені пісірейік керемет қылып. Сен мінекей мына шелпектерді көршілерге таратып шыға ғой. Мансұр, жүр. Сен дәнді дақылдарды алып жүр балам. Мен от жағайын. Жүрің кәнекей, наурыз көже пісіріп алайық әдемілеп.